Ассалаумағалейкум. Менің есімім Майсұлтан. Қарағандылық азаматпын. Журналист болып жүргеннен кейін, блогер болып жүргеннен кейін, таныстарым мені көрген кезде немесе хабарласып, дәл қазір қоятын сұрақтардың бірі көрші маңайдағы кісілердің қазір көктемгі мезгіл дачаға барып, саяжайларға барып, өздерінің картоптың, қызанақ, қиярларын егетін мезгіл салатын. Осы кезде дачаға барып жұмыс істеуімізге бола ма дейді. Мен бұны анықтаған болатынмын. Қазір карантинге байланысты сіз дачаңызға қарай шыға алмайды екенсіз. Егер де дачаңызда азық-түлік жеткілікті болып, сіз осы уақытқа дейін сол жаққа жетіп алсаңыз, онда бері қарай келмей, сол дачаңызда жұмыс істеп, сол дачада оқшаулануға болады дейді. Бірақ үйіңізден бүгін дачаға барып, ертең қайтып келіп, онан кейін келесі күні тағы барып, немесе 2 күн анда, 3 күн мұнда деген әңгімелер биылдыққа әзірге карантин біткенше бұл жолы жүрмейді. Не болса да елмен бірге көру керек, соған шыдау керек. Тағы бір сұрақ, жасырын емес, өзімнің де ара-тұра таксиға шыққан кездерім әлі де шығып тұрамын. Мысалы, қазір карантин болған соң шықпай жатырмын. Таксиде неше адам отыру керек дейді. Менің білуімше, таксиде 2 адамнан артық жүруге болмайды. Мекемелер өзінің қызметкерлерін таксимен қайтарып жатыр. Қазір қоғамдық көліктер жүріп жатқан жоқ қой. Автобустар, басқа маршруткалар мысалы үшін. Сондай жағдайда мұндай ғана не бар екен? Не дейміз, бір тармағы ма осы заңның, тәртіптің, ереженің? Бір мекеменің 3 адамы, 4 адамы бір таксиға мінеді. Олар бір мекемеде жұмыс істегеннен кейін, бірақ қалталарында сол бір мекеменің адамдары дегендей бір өздерінің жүріп тұруға арналған бір анықтамалары бар ғой қаланың ішінде. Сондай жағдайда бір таксиға мінуге болады екен. Тағы бір мәселе, азық-түлік алуға шыққан кезде қанша километрге шығуға болады? 1,5-2 километр деп айтылды. Біреулер айтады, мысалы үшін біз Сарандамыз, Ақтастамыз, маңайдағы шағын қалалар ғой. Қазір олардың да арасы жабылып жатыр. Мысалы, біздің үйдің жанындағы дүкенде азық-түлік қымбат. Базарға барып, немесе басқа бір көтерме сауда белгілеріне барып, басқа бір үлкен сауда орындарына барсақ не қылады дейді. Бұндай жағдайда сұрастырдым. Жоқ, сізге өз үйіңізден алыс ұзауға болмайды. Үйіңіздің маңайындағы супермаркетке, үйіңіздің маңайындағы базарға ғана баруға рұқсат. Ал егер де ол жерді қымбаттансаңыз, немесе аяқ асты қымбаттатып жіберіп, осы сәтті пайдаланып бар ғой, ондай тойымсыз кәсіпкерлер, тойымсыз сауда иелері. Ондай жағдайда акиматтың, жаңағы біздің жүйенің басқарушы органдардың телефондары бар. Сол телефондарға хабарласып, өзіңіздің осы бағаға келіспейтіндігіңізді, көңіліңіз толмайтын комиссия жіберу керек па, сол мәселелерді айтады екенсіз. Әзірге осы, ауырмайық, сырқамайық. Бұл карантиннен бәріміз аман есен өтейік ағайын.